Білім беру саласы таным. Оқу қызметі қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру. Саламатсыңдар ма балалар? Қуанамын мен де, қуанасың сен де. Қуанайық достарым, арайлап атқан әр күнге. Балалар, әліппе дәптеріміздегі бірінші тапсырмаға қараймыз. Асханада түскі асқа суреттің тұсында көрсетілген сан қанша болса, сонша тағам сатылды. Сурет бойынша жазу құрастырып, жауабын жапсыр, өз мысалдарыңды ойластыр. Балалар, бір аптада неше күн бар, ойланайық. Әрине 7 күн бар. Бір аптада 7 күн бар екенін есімізге сақтаймыз. Балалар, біз бүгін 7 санмен танысамыз. 7 саны 6 санынан кейін келеді. 7 саны 7 бірліктен құралады. Келесі екінші тапсырмаға қарайық. 7 цифрын қаламмен бастырып жазамыз. Балалар, енді 7 санының құрамымен танысамыз. 7 саны 6 және 1-ден тұрады. 2-ге 5 қосқанда 7 болады. 4-ге 3 қосқанда 7 болады. Балалар, 7 санының құрамын есімізде сақтайық. Балалар, енді 3-ші тапсырма. Қандай 2 саннан 7 санын құруға болады? Құрап жазамыз. Енді келесі тапсырмамыз. Жемістерді қандай топтарға бөлуге болады? Бұл жемістерден қандай мысалдар құруға болады? Жазуларды толықтыр. Балалар, сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Енді сендер өздерің бағалайсыңдар. Егер қателіктер көп болса, төменгі сатыда көңілсіз смайликтің аузын саласыздар. Егер қателіктер аз болса, ортаңғы сатыда аузы түзу смайлик саласыздар. Ал егер қателіктер болмаса, барлығын жақсы түсінсеңдер, жоғары сатыда күлімдеген смайлик саласыздар. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар, назарларыңызға рахмет.